Сәлем достар, Еуропа мен Азияның кіндігінде орналасқан Каспий теңізі жер бетіндегі ең алып тұйық көл болып саналады. Көлге де теңізге де тән ерекшеліктері бар теңіз. Өзінде көптеген сырларды сақтап келеді. Каспий теңізі дегенде екі ақ сөз. Ал оның құпиясы өзіне сыйдыра алатын су мөлшеріне тең болып келетін сияқты. Сіздермен бірге пазл арнасы. Бүгін біз Каспий теңізінің құпиялары жайлы айтатын боламыз. Ал бұл видео көрермендеріміздің сұранысы бойынша шығып отыр. Біз көрермендеріміздің өтініштерін барынша ескере отырып, осылай видеоларды жасап отыруға тырысамыз. Енді біз де сіздерден бір қиын емес затты сұрап жіберейік. Көбі біздің екінші Puzzle Life деген арнамыз жайлы естіген шығар. Бірақ кейбіреулер ол жайлы білмеуі де мүмкін. Ол арнамызға да біз барынша көңіл бөліп, влогтар түсіріп, тағамдар әзірлеп, түрлі заттарға шолулар жасап, өз пайдалы кеңестерімізбен бөлісіп, қызықты, күлкілі, пайдалы видеоларды түсіріп отырамыз. Қай жерге барсақ та, қандай жағдай болса да видео түсіріп, сіздердің көңіл күйлеріңізді жақсы етіп отыруға тырысамыз. Сондықтан видеоның сипаттамасындағы және бірінші комментарийдегі сілтеме бойынша өтіп, біздің екінші Puzzle Life атты арнамызға тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Тіркелдіңіз бе? Керемет, онда видеомызды жалғастыра берейік. Интернетте Каспийдің жағалауында жергілікті тұрғындар адам тәрізді құбыжықты ұстап алды деген видео бар. Бірнеше секунд қана жалғасатын видеода құтқарушылар тобы мен тағы да бірнеше куәгерлер белгісіз тіршілік иесін аяқ қолынан ұстап көтеріп, құтқарып бара жатқан сияқты. Мына бір қысқа видеодан бұл қандай тіршілік иесі екенін айту өте қиын. Мәліметтер бойынша Каспийде 850 түрлі табиғи тіршілік көзі мекен етеді. Бірақ бұл белгісіз жағада табылған дене қандай жануарлардың не балықтардың класына жататыны жұмбақ болуда. Тіпті бұл жұмбақ дене қай жерде табылғаны да белгісіз. Каспий теңізімен 5 мемлекет шектескендіктен дене нақты Каспийдің қай жерінде табылғаны да құпия болып отыр. Белгісіз тіршілік иесін 4 мықты денелі ер адамдар көтеріп бара жатқанына қарасақ, табылған дене кем дегенде 80 келі болуы мүмкін деп айта аламыз. Бір қарағанда терісі ірі су тіршілігіне ұқсайтыны да бар. Ондай сипатқа келетін тіршілік иесі Каспийде әрине болуы мүмкін. Бірақ қол аяғы адамға ұқсастары кездеспейді. Сондықтан да біз бұл өтірік видео деген ойға тоқталамыз. Себебі қазір көбі осындай өтірік видеоларды түсіріп, барынша мистикалық оқиғаны құрып, оны таратуға тырысады. Бұл да Каспийде табылған су перісі сияқты өтірік болуы мүмкін. Кім білмесе, біз Каспийде табылған су перісі жайлы оқиғаны толықтай зерттеп, оған әшкерелеу видео түсірген едік. Оны көргіңіз келсе, онда қазір экранның оң жақ үстінде шыққан жазуға басып, немесе видеоның соңында экранда шыққан сілтеме бойынша көруге болады. Ал бұл белгісіз денеге келетін болсақ, ол өтірік, не ғылымға беймәлім ірі балық болуы мүмкін. Ал теңіздің ірі балықтарына келетін болсақ, көпшілікте пайда болатын сұрақтардың бірі. Ол Каспий теңіз болса, онда ол жерде мекен ететін акулалар қайда? Әрине сіз дәл қазір Каспийде акулаларды таба алмайсыз. Бірақ бұрында Каспийде бұл жыртқыш балықтар мекен еткенін, табылған тістер мен ірі сүйектер деген дәлелдерге сүйене отырып айта аламыз. Тіпті Маңғыстау облысының сазды қабаттарында осындай акулалардың тістеріне тап болса болады. Бірақ Каспий теңізіндегі акулалар толықтай жойылып кетті ме? Бұл да бір Каспий теңізінің шешілмеген жұмбақтарының бірі болып саналады. Каспий теңізі 371 мың шаршы аумақты алып жатыр, ал оның тереңдігі 1025 метр. Кім білсін, мүмкін жақ сүйектері қапқандай акулалар әлі де Каспийде мекен ететін шығар. Тіпті интернетте Каспийде табылған акулалардың видеолары да бар. Бұл видеода балықшылардың торына жай балықтармен бірге ғалымдардың айту бойынша жойылып кеткен акула түсіп қалыпты. Ит балықтардың көптеп қырылуы. Каспий теңізінің көркі және соңғы жылдары қызыл кітапқа еніп үлгерген ит балықтары белгісіз себептермен 2008, 2011, 2015, 2016 және 2017 жылдары өле бастаған. Маңғыстау облысындағы Форт Шевченко қаласының тұрғындары бірнеше жыл бойы жағаға толқынмен әкелінген өлі ит балықтарға куә болып отыр. Оқыс жерге келген бір топ мамандар ауа мен теңіз су құрамын зерттеп, ит балықтардың еттерін тексеріске алып, өткізілген сараптамадан кейін ит балықтар экологиялық апаттан емес, браконьерлердің қолынан не теңізде көтерілген дауылдан кейін өліп кетті деген шешімге келген. Бәрі дәл солай да болуы мүмкін. Бірақ кезінде ит балықтар 200-де бөлген кездері де болыпты. Ал барлығын қоссақ, бұл сан 1000 деген сандардан асып түседі.
Бұдан басқа теңіз жағалауында тұратын адамдарды Каспийдің қызыл қан тәрізді боялғаны да қатты шошытқан еді. Ал біз болсақ бұл ерекше құбылысқа жеке видео арнап түсірген едік. Ол видеоны сіз дәл қазір оң жақ үстіндегі жазуға басып, немесе алдында айтқанымыздағыдай, видеоның соңында экранда шығатын сілтемеге басып көріп кете аласыз. 2017 жылы YouTube'қа Каспийде түсірілген елес атты видео жүктеледі. Жағалауда балық аулап тұрған балықшы кенеттен көкжиекте қозғалып жатқан белгісіз көлеңкені байқап қалады. Өз көзіне сенбеген балықшы камерасын алып видеоны түсіруге кіріседі. Ал елес болып көрінген қара көлеңке тәрізді дене енді жалғыз емес сияқты көріне бастайды. Бұл не екенін түсінбей тұрған балықшы видео барысында көрушілерден бұл не екенін айтып отыруларын сұрайды. Я рыбачу тут, бинокль смотрел, вот, увидел этого. А что это, я сам не знаю. Посмотрите, пожалуйста, что это? Или кто это? На морском горизонте. Вот как-то двое, да? Даже трое вот по морю ходят. Это море, смотрите. Снова приближаю, посмотрите. Что это, кто это, не знаю. Может, скажете. Интересная, да, штука? Как кто-то ходит по морю. Больше ни острова тут, ничего нету. Море. Смотрите. Ал менің ойымша бұл алыста бой көтеріп жатқан мұнай платформасы болуы мүмкін. Жай ауа дірілі мен камераның зумынан ол елес тәрізді көрініп тұр. Ал сіздің ойыңызша бұл белгісіз елес тәрізді көлеңке не болуы мүмкін? Өз ойларыңызды комментарийге жазып отырыңыздар. Біз барлық пікірлерді оқимыз. Балықшының өтінішін орындап бұл не екенін тауып көрейік. Бүгінгі видеомыз сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, бұл видеомен әлеуметтік желілерде бөлісіп отыруға ұмытпаңыз. Ал егер сіз пазл арнасын бүгін бірінші рет көріп отырсаңыз, онда арнамызға тіркеліп, қасында шыққан қоңыраушаға басып қойыңыз. Сонда біздің жаңа шығып жатқан видеоларымызда әрдайым ең бірінші болып көретін боласыз. Сонымен қатар біздің Puzzle Life атты екінші YouTube арнамыз бен барлық әлеуметтік желілердегі парақшаларымызға сілтемелерді видео сипаттамасында және бірінші комментарийде таба аласыз. Барлық желілерге тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыз. Бүгінге осы. Puzzle'ға жазыл.